правила кезекте распределения тұрған аренды, азаматтарға особенно жилья, өте маңызды оно ақпарат. Мұнда происходит очень медленно. отбасы Новые банктің правила төрайымы да, Ибрагим они Алида вступают директорынан в силу айтынша, 8 мынандай декабря. ақпарат. По Енді этим осының правилам мы айтқан 5 дней ақпарат даем сіздерге человеку. сапасы Если үшін он не түсіндіріп айтып приходит берейік. и не дает Жалпы согласие, мы поднимаем на инвентаризация чиновника, деген дүние который болып ниже жатады. стоящий по списку. Инвентаризация дегеніміз не? Қазақша айтқанда бұл түгендеу. Жалпы тілмен айтқан кезде кезекте тұрған азаматтар бар емес пе? Солар шынымен сол қазір кезекке сәйкес келіп тұр ма, пропискасы келіп тұр ма, сол салада әлі жұмыс жасап жүр ма, немесе сол категория бойынша сәйкес келеді ма, артында үй алып қойған жоқ па, соның бәрін тексеру керек та. Соны тексеру үшін бәрі электронды түрде тексереді ғой. Енді тексеру үшін сіздің рұқсатыңыз керек. Яғни сіз кезекте тұрған азамат ретінде сіз отбасы банкқа рұқсат беремін деген қағазға қол қоюыңыз керексіз да. Енді әрқайсысын жеке алып келіп қол қойдырып жүрмейді, бәрі электронды түрде жасайды. Электронды түрде жасау үшін логин пароліңізбен кіріп, цифрыңызбен кіріп, сіз согласие беріп қоясыз. Согласие на сбор соны беріп қойған азаматтар. Енді негізі алдында айттым, сол беріп қойған азаматтарды ғана шақырамыз арендный жильеға деп, иә. Енді қазір Ибрагимованың сөзіне қарағанда бұл былай болайын деп тұр. Мысалы үшін сіз айталық, сіз 2010-да тұрған азаматсыз, немесе 2015-те тұрған азаматсыз. Бірақ сіздің алдыңызда тұрған азаматтар бар ғой кезекте. Бұның 2007, 2006, 2005-те тұрғандар. Олар әлі инвентаризация өткен жоқ, түгендеу өткен жоқ, яғни согласие берген жоқ. Бірақ олар айтады да, олар берген жоқ, бірақ 2010 берді, 2005 берген жоқ әлі, мысалы үшін. 2005-ке шақырмай 2010 шақырған ол әділетсіздік болады деп тұр да. Ол дұрыс негізі. Сондықтан 2005 жылда бірінші шақырады. Шақырған кезде оған данный ақпаратты жібереді. Сіз арендный жүйеге өтіп тұрсыз. 5 күн уақыт береді оларға. 5 күн уақыттың ішінде ол 2005 жылғы адам, мысалы сізден бұрын тұрған адам ғой, олар жауап бермесе, сосын бар, онда ол кезде жауапкершілік отбасы банктан алынады. Өйткені ол 5 күн уақыт берді, ол берілген жоқ. Одан кейін 2006, 2007 сөйтіп бәрін 5 күн уақыт бере береді. И ең соңында инвентаризация өткен азаматқа келген кезде, оларда уже бәрі дайын тұр ғой, яғни сәйкес келіп тұр барлығы. Оның бәрін тексереді, сосын бәрі сәйкес келіп тұратын болса, соған уже арендный жүйе беретін болады. Түсінікті ғой жағдай. Сондықтан достар, бұндай ақпарат сізге келу үшін ең бірінші хотя бы достар, егофтағы сіздің егоф мобайлдағы телефоныңыз және отбасы банкта тұрған телефоныңыздың екеуі бірдей болу керек. Хотя бы соны жүзіп қойыңыздаршы, инвентаризация бермесеңіз. Өйткені сізге смс келген кезде, сол кезде инвентаризацияға беруге жақсы болады. Егер түсінбеген болса да, бұл видео қайтадан аспай бір түсін қарап шығыңыздар. Өйткені мен қолымнан келгенше сапалы тілмен түсіндіруге тырыстым. Бұл видеоны барлық кезекте тұрған азаматтар бәрі қараңыздар, білсінші достар. Сұрақтарыңыз болып жатса, онда біздің компанияға хабарласыңыздар. Біз енді қолдан келгенше сізге кеңес беруге тырысамыз.